Ассалаумағалейкум достар, қайырлылардың күндері. Бүгін деп, вообще 2024 жыл жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сіздердің нервтарыңызға тиіп жүрген бензонасос өлді. Соска емес па, соска. Достарым менің золотой. Жаңа жыл қалай қарсы алыңыздар, аман есен? Жібек жол базарына келдік. Қазір насосты, бензонасосты іздейміз. Бұл мейрамды тойламайым дейтін кісілер бар ма? Өзім лично ауылда тойладым. Ауылда демалып, салют жарып кеттік дальше. Запчасты іздейміз. Так, достар, тауып алдым. Қазір тағы бірден келер іздік. Көрейік. Так, достар, бензонасосымызды алдық. Сосын 2 тал антенна алдым. Олай түсіріп көрейін. Так. Вот. Сол. Ал кеттік. Так, аккуратно кеттік, достар. Аккуратные движения. Хоп. Төбеге қарап отырсыңдар осындар деп қоясың. Сол. Қазір үйге барып салып көрейік. Содан кейін нәтижесімен бөлісеміз. Біздің дамасымыз кір болып кеткен. Сондықтан да соны жасауға кірісеміз. О, баракалла, баракалла. Байнаған түсіріп қойса ше. О, дәл осылай тұрса ше. Жібек жолының ішіндегі амбратандар айырат менше. Дейтін. Массаж простаты. Сондай болып кетсін. Давайте, лайк басып қойыңдар. Так, достар. Мына бензонасосымыз мына жерде тұр. Мынау сол. Соны ауыстырамыз. Жаңа алған бензонасосымыз мынандай. Пока ашып жүрейін. Мынау өзінің оригинальный дейді. Көреміз енді қалай жұмыс істейтін. Бұл да тырылдайды жүрсейші. Сол. Сосын андай антенна алдым. Мына жерге қоямыз ғой примерно. Либо мына жерге, либо алдына қоям. Сол. Давайте қазір түсіріп отырам есі. Так, достар, машинаны бензонасосын бәрін ауыстырдым. Енді тырылдайтын звук жоқ. Аккумулятор отырып қалған екен. Прикольно етіп отырып алдым. Бәш, төбеге кетіп қалды. Артына 2 тал антенна қойдым. Бұлай құлақтар сияқты. Енді инопланетяндармен связь теріске болды. Мынандай бензонасос тұрған, мынау тырылдайтын осы болған. Қазір енді тырылдамайды. Әне же балаша ойнап жүр. Сол. Так. Бүгіндікке осымен ремонттық жұмыстарымыз бітті, достар. Ертең линияға шыққан кезде машинаны тазалап жуып алам. Давайте
Биткен кезде ауысы керек қой, короче. Ауыспай жатыр. Ассалаумағалейкум. Тағы да менің көрермендерім. Менің деп қойшы. Осы каналдың көрермендері, Яндекске қызығушылығы бар, осыдан ақша тапсам деген көрермендерге жалынды сәлем, достар. Кеше машинаны жасадық, анау-мынау заттарын қойдық, енді мойкеге барайық, сосын Яндекске кірейік. Яндекс бізді іздеп қалған шығар. Түрімізді шақ еткізіп фотоға түсіріп жіберейік, біз бармыз, брат деп. Содан кейін линияға шығайық. Содан кейін январьда ақша қалай болады екен деген сұраққа жауап береміз. Сағатымыз 10. Қазір мойкаға кетіп бара жатырмын, машинаны жуып алайын. Содан кейін қосыламыз, достар. Давайте. Так, братва, көлігімізді жуып алдық. Енді линияға шығайық. Машина бір жыл болыпты жуылмаған. Дек қасыңы жаңа. Сол, кеттік. Бірінші заказ күтеміз. Бірінші барып ақырын заправкаға қарай жүре берейік. Бензин құйып алайық. Сосын көреміз. Айтпақшы, достар, бензин насостың дауысы естілмейді, байқадыңдар ма? Енді тек қана мен және мотор және мен. Сендер әлі кетпегесіңдер ма? Не ғой? Көп подписчиктер жазып жатыр, Яндексте заказ келмейді деп. Достар, сіздер бір орында тұрмаңыздар. Яндекс бір орында тұрсан заказ бермейді. В общем, жүре берсеңдер, чё по кайфу, қаяққа кайф жүріп атсыңдар, бара беріңдер. Қаланың төмен жағына түсіп көріңдер, жоғары жағына шығып кетіңдер. Осы январьда заказдар аз болып қалады деп елдер айтып жатыр. Көреміз енді, январьда шығып көрген жоқпын. Бүгін шықтым. Например, демалып, бүгін шықтым. Шүкір Аллаға. Так. Ары қарай. Жаңа не айтып отырдым? Ұмытып қалдым. Біздің ақ халатты абзал жандарды жіберу керек. Мүмкін бір жаққа асығып бара жатырған шығар, да? Бірақ артынан жүріп кететін адамдарды құптамаймын. Алдында біреумен сөйтіп ерегесіп, төбелесіп, машинасына қайып тығып жүргенсің. Анда-санда ондайлығым бар. Кешіріңіздер, достар. Жаңа жылда айтып отырмын, бір түрлі болып бара жатыр мен. Қазақи сөздер тауып, өзімнің әңгімемді әсірелеп, әспеттеп жаңағы. Сол, давайте. Пока заказ жоқ, заправкаға қарай жақындадық. Қазір бензин құйып алайық. Сосын ары қарай көреміз, достар. Так, братва. Әлі заказ түскен жоқ. Розбакиева Төле би көшесінің қиылысындамыз. Ой, ана тауларды қарашы, тауларды. Не деген таулар, құдайым-ау, деші. Сол, пока Алматы қаласымен шарлап жүрік. Шарлау үстіндеміз. Январьда бәрін, ақшаларын бәрін Новый годта құрып тастаған ғой деймді. Сол. Пока жүрміз, тыныштық әлі. Бүгін что-то болмады ғой январь. Бүгін январьдың 6-сы. Халық демалып жатыр. Ешкім жұмыс істемей жатқан сияқты болып тұр бәрі. Грузовойда вообще не жоқ. Доставканы қосуға желание жоқ. Так что. Видео осымен бітеді походу. Ары қарай тағы да жалғастырсам, ол келесі күн или осы күн жалғастырып атсам айтамын. Жалпы қалай бәрі нормально ма? Жаңа жылды қалай қарсы алдыңдар?
Так, братва. Мына жерді жасап отырмын. Жанатын. Вроде бәрі жалғанып тұр. Істемей жатыр. Мына жер шықпай жатыр. Соны полный ақтарып салған. Әйнек пәйнегімен қосып. Қазір көреміз дәл қалай шығару керек. Деп өлеңмен бастағасым. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Амансыздар ма? Яндексті жалғастыруды жалғастырамыз. Новый сөз тауып алдым. Жалғастыруды жалғастырамыз деген. Кешегі Яндексіміз өкінішке арай болған жоқ. Бүгін тағы шығып отырық. Түр бермей. Яны бар да. Заказ бар ма деп. Сол, айтпақшы буфер салып алдым. Қосып алдым оны еще. Енді бақырып буфері бар. Дамас көрсеңдер. Ол мен. Ал давайте сіздер лайкты пергілеп отырыңыздар. Біз енді құдай қаласа жұмысты пергілеп көрейік. Бар болса. Так, достар, бірінші тапсырысымызды не орны аптырген? Барахолка жақтан таптық. Кет бара жатырмыз. Кеттік қарай. Қазір түсірем, не басамыз? Толыққанды обзор болады десең. Так, братва, тапсырысты басып алдық. Барахолкада Қытайдан келген товарлар. Жолымыз 23 минут уақыт алады екен. Көрейік, барайық, жик. Қарайық та, шышы, 2 күннен кейін бір заказ кеп тұр ғой. Бұны бір әспеттеп, әсірелеп, әдемілеп апару керек қой. Еркелетіп. Утеп деп. Сол, қалайсыңдар жалпы? Жақсы ма бәрі? Лайк басып қойыңыздар. Так, достар, заказымызды түсіретін жерге жақындадық. Бірінші вокзал жақтағы походан грузовой неге апаратын жері ғой. Заттарды салып жіберетін. Сол жерге келіп тұрмыз. Түсіреміз, көреміз қанша теңге болатынын. Достар, түсіріп жатырмыз. Базар жоқ. Жостки басып отты барса. Тегір. Так, братва, тапсырысты алып келдік. 3600 теңге болды. Бірінші тапсырысымыз. Кеттік ары қарай. Келесі тапсырысқа. Бірінші вокзал жақта жүрміз. Көрейік. Бірінші вокзал жаққа жаңа заказ апарып сап, досым үйіне барып шай ішіп алайын деп. Үйіне кіріп кет, шай енді қайнаған кезде заказы кеп тұрған емес пе? Бөшірді ұмыт кеткесің ба? Қой соған бар келік. Жақын жерде екен, 8 минуттық подача. Сосын ақшасын да көреміз, достар. Қалай жалпы, жағдайларың бәрі жақсы ма? Нормально жүрсіңдер ма? Сағатымыз 1 болды. Январда заказ слабый екен. Потолок деш. Кеттік. Водник 2. Ықшам ауданына келдік. Ықшам аудан ғой, микрорайон дейді ғой. Водник микрорайон жа? Или че? Или че ұрсамыз ба десең. Сол, мына жер кәдімгідей қала ғой. Цивилизация. Құлпынай деген кондитерлік дүкен бар екен. Керемет, тамаша. Осыны алып городокқа апарамыз. Тоже осы район. Жаман емес, шүкір Аллаға. Бірақ шайдан алып кеткен жаман болды. Заказ десе шкенасын жерге қояды деген мен қосам. Все,
Все, сзади залезла, нормально? Переезжайте, да? Так, достар, алдық заказымызды. Переезд екен. Орыстарда көшеді екен, базар жоқ дейсің. Let's go. 9 минут уақыт, алыс емес жер. 2000 теңгенің төңірегі болады. Так, братанчиктер. Әкеп тастадық, 3000 теңге болды. Военный городоктың іші теріске кім қойған де? Советский Союзының киноларын түсірсе болады екен бізде. Идея кетіп бір енді, осы жерде не алса былай не қылып жібереміз бе деген сияқты сондай. Табысымыз 6000 теңге. Советский Союз екенін жүрген де. Не дейді құдай ал? Мына жерде слово пацана ма, 90 жылдар ма түсіру керек қой жерде. Пытырласып, төбелесіп. Көреш, не түсіп болды? Бірдеңе құлады, короче. Сол, давайте дальше көрейік. Айтпақшы барып шай ішіп алдық. Так, достар, Бородайдан шығып келе жатырмыз. Үйге қарай. Бүгіндікке 2 заказ 6000 теңге. Жаман емес. Неге ерте қайтып барасың деген сұраққа жауабым кешке тағы бір корпоратив бар, кешіккен. Сәл кешіккен корпоративтер январьда жасалады. Сондықтан да сояққа барамыз. Үйге барып дайындалу керек. Қарағандарыңызға рахмет. Каналға лайк басыңыздар. Қатты бір қызық емес видео болды деп есептеймін. Ничего, болашақта әйбетін саламыз. Ертең тағы түсіреміз, достар.